Сәлем достар! Бүгінгі видеода біз өте маңызды денсаулық тақырыбын, ұйқы безінің аурулары және оларды емдеу жолдарын қарастырамыз. Ұйқы безі ағзамыздың дұрыс жұмыс істеуі үшін маңызды рөл атқарады. Сондықтан оның денсаулығына мән беру өте маңызды. Ұйқы безінің қызметі. Ұйқы безі ағзамызда қант деңгейін реттеп, асқазанымыздағы тағамды қорытуға көмектесетін ферменттерді шығарады. Сондықтан бұл безде пайда болған кез келген ақаулар денсаулығымызға кері әсер етуі мүмкін. Негізгі аурулар. Бірінші, панкреатит. Ұйқы безінің қабынуы. Жедел және созылмалы түрлері бар. Екінші, қант диабеті. Ұйқы безі инсулинді жеткілікті мөлшерде шығармағанда пайда болады. Үшінші, ұйқы безінің қатерлі ісігі. Өкінішке қарай бұл қауіпті ауру, бірақ ерте анықталса, емделуге мүмкіндігі бар. Симптомдары. Ұйқы безі ауруларының жалпы симптомдарына іштің жоғарғы бөлігіндегі ауырсыну, жүрек айну, тәбеттің төмендеуі және салмақ жоғалту жатады. Егер осы белгілер байқалса, дәрігерге жүгінген жөн. Емдеу әдістері. Бірінші, диета. Майлы, қуыруға арналған тағамдардан бас тартып, жемістер мен көкөністерге бай диета ұстанған жөн. Екінші, медикаменттер. Дәрігерлердің нұсқауымен арнайы дәрі-дәрмектер қабылданады. Үшінші, операция. Кей жағдайларда хирургиялық ем қажет болуы мүмкін. Алдын алу жолдары. Ұйқы безінің ауруларынан сақтану үшін дұрыс тамақтанып, физикалық белсенді болу, ішімдіктен бас тарту, артық салмақтан арылу маңызды. Ұйқы безі денсаулығымыздың маңызды бөлігі. Оның қызметі дұрыс болу үшін жоғарыда айтылған кеңестерді ұстанып, денсаулығымызды қорғауға тырысайық. Есіңізде болсын, денсаулық зор байлық. Егер видео пайдалы болды деп ойласаңыз, лайк басып, каналға жазылып, пікір қалдырыңыз. Басқа қандай тақырыпты қарастыруымызды қалайсыз? Сіздің пікіріңіз біз үшін маңызды.